Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай құрақ түрін жасаймыз. Ол үшін біз алдымен шыт немесе бөз матаны алып, ортасынан диагонал бойынша үтік басып, немесе ручкамен сызып аламыз. Менде бұл 20-да 20 болды. Ортасына дәлдеп 4-те 4 см квадратты қоямыз. Әр бұрышы диагоналмен беттесу керек. Міне қараңыздар. Бұрыштар келіп тұру керек. Bir шетінен тігеміз. Лентамызды ұзыннан кесіп аламыз. Ені бірдей болу керек. Ворс астына қарап тұру керек. Осылай қойып, бір жанынан тігіп шығамыз. Артық жерін кесіп алып тастаймыз. Осылай ашып, үстін жақсылап басып жібереміз. Енді екінші ұзын ақ матамызды қойып, беттестіреміз. Түгі астына қарап тұрсын, бір шетінен тағы да тігіп шығамыз. Енді кезектесіп тігіп кете береміз осылай. Екі көк, екі ақ. Сол кезде осындай узор шығады. Қыздар, мен түсірген видеом ұнаса, подписка жасап, колокольчикті басып қоюды ұмытпаймыз. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Маржан.